Сәлем, бүгін біз сіздермен динамика тарауына, динамика тақырыбына қатысты есептерді шығаруды үйренеміз. Бұл жерде мақсатымыз бұл сабақтың күрделі есептер шығару, динамика тақырыбына байланысты. Бірақ күрделі есептерді бастамас бұрын біз бірінші ең маңызды керек теорияларды, керек формулаларды қысқаша осында түсіндіреміз. Қалай қолданатын есептерді түсіндіреміз. Содан кейін келесі видео сабақтарымызда күрделі есептер шығара бастаймыз. Енді біз бүгін динамика тарауынан бастайық. Динамика білесіздер, кинематикадан қандай айырмашылығы бар? Жалпы айырмашылығын айтайын. Кинематикада бізде үдеу беріледі. Ол үдеу қайдан пайда болды деп сұрамаймыз. Бірден есепті жазып, формуланы жазып шығарамыз. Динамика тарауы осы үдеудің қайдан пайда болатынына жауап береді негізінде. Динамика бөлімде тарауында күштермен біз жұмыс істейміз. Қандай күштер бар, қалай әсер етеді, бағыттары, ол үдеуді қалай өзгертеді деген сияқты сұрақтарға жалпы жауап береді. Динамика тарауы білесіздер, Ньютонның заңына сүйене отырып құрастырылған Ньютонның 3 заңы бар, білесіздер, бірінші заңы, екінші заңы, үшінші заңы. Бірақ оның ішінде ең танымалы Ньютонның екінші заңы. F тең ma, күш тең болады массасы көбейтілген үдеуі. Міне жалпы динамика осы теңдеуге жауапты немесе байланысты деп айтайық. Динамика деп естіген кезде бірден Ньютон есімізге түседі, бірден F тең ma теңдеуі есімізге түседі. Енді сол туралы біз бастаймыз. Динамика, бағана айтып кеткеніміздей, Ньютонның 3 заңы бар. Бірінші заңы қысқаша түсіндіріп кетейік. Бірінші заңында не дейді? Егер дене бір орында тұрса, оған ешқандай күш әсер етпесе, онда ол қозғалмайды. Яғни жылдамдығы 0-ге тең болады. Оны физика тілімен жазатын болсақ, қорытынды күш тең 0-ге тең болса, онда ол дененің қозғалысы жылдамдығы, егер басында қозғалмай тұрған дене болса, онда қозғалмайды. Ал егер ол белгілі бір жылдамдықпен қозғалып бара жатқан болса, онда сол жылдамдығы өзгермейді. Оны констант деп айтамыз. Осыны қысқаша Ньютонның бірінші заңы деп айтады. Яғни қорытындылай келетін болсақ, денеге ешқандай күш әсер етпейтін болса, ол бастапқы күйін сақтайды. Яғни бір орында тұрған болса, жылдамдығы 0 болған болса, ол 0 болып қала береді. Ал егер белгілі бір жылдамдықпен қозғалып бара жатқан болса, онда ол сол жылдамдықпен жалғастыра береді. Яғни өзгеріс болмайды жылдамдығында. Екінші заңы және ең танымалы, ең маңызды заң ол F тең ma. Бұл өте қарапайым, өте қысқа теңдеу, бірақ бұны қолдана білу өте маңызды. Бұл жердегі F дегеніміз не ол? F ол күш, бірақ қандай күш? Ол қорытынды күш. Ұмытпаңыздар, қорытынды күш. Қорытынды күш. Яғни денеге бірден көп күш әсер ететін болса, бірінші қорытынды күшті тауып алу керек, есептеп алу керек. Әрине оны вектор күш дегеніміз вектор ғой, сол векторлардың қосынды ережесін қолданып қорытынды күшті бірінші есептеп алуымыз керек. Содан кейін бар осы теңдеуге қолдана аламыз. М деген ол дененің, сол денеге әсер етіп отырған күштің әсер етіп отырған дененің массасы. Массасы А деген ол барлығымызға белгілі үдеу. Сол дененің үдеуі. Бұл өте маңызды теңдеу. Қарапайым теңдеу болғанымен бұны қолдана білу, есеп шығарған кезде қолдана білу, бұған бір дайындық керек, көп есеп шығару керек. Біздің мақсатымызда осы видео сабақтың осы теңдеуді қолдана білу. Келесі, үшінші теңдеуіміз Ньютонның үшінші заңы. Ол егер сіз бір денеге F деген күш әсер етсеңіз, мысалы F1 болсын, ол дене сізге дәл сол күшпен кері әсер етеді. Оны F2 деп белгілейтін болсақ, Ньютон F1 тең болады F2 модуль деген
сандық мәндері тең болады дейді Ньютон. Осыны Ньютонның үшінші заңы. Немесе вектор тілімен жазатын болсақ, F1 тең болады минус F2. Өйткені бағыттары қарама қарсы. Сондықтан минус деп жазуға болады. Біріншісі модуль арқылы берілген, яғни тек қана сандық мәні арқылы жазылған теңдеу, сандық мәндері тең. Немесе егер вектор тілінде жазатын болсақ, онда алдына F2-ның екінші күштің алдына теріс таңбаны қоюымыз керек, өйткені бағыты қарама қарсы. Осыны Ньютонның үшінші заңы деп атаймыз. Негізінен Ньютонның бірінші заңы ол Ньютонның екінші заңынан шығады. Екінші заңын жақсы білсеңіздер, сол арқылы түсіндіруге болады. Ньютонның екінші заңы не дейді бізде? Қорытынды күш тең болу керек массасы көбейтілген үдеу. Егер қорытынды күш нөлге тең болса, осы жерден Ньютонның екінші заңы бойынша үдеудің де нөлге тең екені түсінікті. Жоғарыдағы теңдеуге қарағыңыз, F0 болса, А нөлге тең екені түсінікті. А дегеніміз үдеу нөлге тең болса, демек жылдамдық өзгермейді. Жылдамдық өзгермейді де қалай түсінуге болады? Егер бастапқы жылдамдық 0 болса, ол 0 болады. Егер бастапқы жылдамдығы мысалы 10 метр секунд болса, ол сол 10 метр секундпен қозғалып кете береді. Ешқандай өзгеріс болмайды. Яғни көріп отырсыздар, Ньютонның екінші заңы Ньютонның бірінші заңын түсіндіреді екен. Енді күштердің қандай түрлері бар? Бірінші, күштердің түрлерін жақсы білу керек. Сол кезде ғана біз динамика тарауын жақсы түсінген боламыз, есептерді жақсы шығара алатын боламыз. Күштің түрлері көп, сондықтан біз әртүрлі символ дейміз, осы символдарды қолданамыз күштерді түсіндіру үшін. Бірақ символдар қатты маңызды емес, ол күш екенін ұмытпаңыз. Мысалы, бір денені қарастырайық. Көбінесе оны төрт бұрышты пішінде сызамыз. Массасы m болсын. Бұл дене ауада дейік, яғни ауада дегенде бір елестетейік. Еш жерге бір тиіп тұрған жоқ, контакт жоқ. Бұған қандай күштер әсер етеді? Егер төмен жақта жер болса, жердің тартылыс күші немесе салмағы деп айтып жатамыз. Салмағы болады. Салмақты біз mg дейміз. mg бұл ж дегеніміз не? Ж деген ол жердің тартылыс, гравитациялық тартылысы, ол жобамен 9,8 метр секунд квадрат, немесе көп есептерде оны жобамен 10 деп есептесек болады. Көп есептерде беріліп тұрады. Жердің тартылыс үдеуі 10 деп беріліп тұрады. Өлшем бірлігі метр секунд квадрат, немесе Ньютон бөлінген килограмм. Екеуінде қолдануға болады, бірақ ең көп қолданатыны метр бөлінген секунд квадрат. Ол жердің центріне немесе планетаның центріне бағытталады. Егер мына жерде бізде жер болса, мысалы, үлкен центрі төмен жақта, сондықтан салмақ немесе жердің тартылыс күші, планетаның тартылыс күші төмен қарай бағытталады. Бұл бағыты өте маңызды. Екінші, бір сыртқы күш әсер ететін болса, оның бағыты әртүрлі болуы мүмкін. Өйткені сыртқы күш ол кім қалай әсер ететінін білмейді. Әзірге біз айтайық, мысалы, оңға қарай бір күш әсер етіп жатыр, оны бір F деп белгілейміз. Егер күштің саны көп болса, оны F1, F2 деп белгілеуге болады. F3 деп номер береміз. F1, F2, F3 деп жалғастыра береміз. Бұл жерде сіздердің білу керектеріңіз салмақ, ауырлық күші. Ауырлық күші төмен қарай бағытталады, вертикалін төмен қарай. Енді осы дене егер бір үстелдің немесе бір жазықтықтың үстінде орналасса, мынаны біз жазықтық болсын, оны көбінесе осылай суреттейміз, және денеміз болсын, осыған әсер ететін күштерді белгілейік. Бағана айтқанымыздай ауырлық күші бар, немесе салмақ. Және қараңыздар, бұл дене қозғалып тұрған жоқ, бір орында тұр, бір жазықтықта тұр. Демек қорытынды күші нөлге тең болу керек. Естеріңізде болса, бұны бірақ біз ғана көріп тұрғанымыз, сезіп тұрғанымыз ол ауырлық күші. Демек ауырлық күшіні компенсация жасау үшін оған қарсы бір күш болу керек. Біз ол күшті
екі дененің арасында бір контакт болған кездегі контакт күш дейміз, немесе реакция күші дейміз. Оны көбінесе N деп белгілейді. Егер N-ді көрсеңіздер, ол демек осы контакт күші, реакция күші білдіреді. Сол үшін қолданамыз. Ол негізі N деген normal force деген сөзден шыққан. Ағылшыншада мен мұнда жазып қояйын. Normal force деген сөзден шыққан, N осы жерден қолданылған. Және бұл реакция күші деп айта берейік біз. Бұл реакция күші жазықтыққа 90 градус болу керек, перпендикулярны. Бұны ұмытпаңыздар. Әрқашан жазықтыққа 90 градус перпендикулярны бағытта болады. Осы жерде ауырлық күшін айттық, реакция күшін айттық, N деп белгілейміз. Және егер жіп болса, бір жіппен, ол трос болуы мүмкін, сонымен осы денені біреу тартып жатса. Біз білеміз, троста, жіпте күш болады, өйткені сол жіп арқылы, трос арқылы біз бір затты қозғалтамыз ғой. Демек күш бар. Сол күшті қалай белгілейміз? Мысалы, оңға бағытталған бір тросымыз бар, жібіміз бар. Қызылмен белгілейін оны. Бұл, біз білеміз, бұл жіп, бұл денеге бір күш әсер етеді. Ол күштің де арнайы аты бар. Оны біз Т деп белгілейміз. Оның бағыты әрине оңға қарап, оңға бағытталған, өйткені жіп оңға тартып жатыр, және біз оны Т деп белгілейміз. Т деген символды көрсеңіздер, демек сіздер бірден елестетуіңіз керек, бұл жіптегі немесе тростағы күш деп. Бірақ ол күш, просто символы Т деп қолданамыз. Бұл да ағылшын сөзінен келген, tension деген сөзден пайда болады. Tension деген сөзден пайда болған, tension force. Tension деген оның мағынасы напряжение. Орысша айтқан кезде напряжение. Жіпте напряжение болады ғой, керілу. Сол үшін ағылшындар tension деп атайды. Бізде сол үшін Т деген символды көбінесе жіптегі күш ретінде қолданамыз. Екінші, тағы да келесі күшіміз көп кездесетін, ол үйкеліс күші. Үйкеліс күші, білесіздер, екі дененің арасында бір контакт болған кезде пайда болады. Мысалы, мына жерде не берілген? Дене бар, және жібіміз оңға тартып жатыр, мысалы. Және бұл дене қозғалуы мүмкін, егер тартып жатқан жіптегі күшіміз, теншініміз үйкеліс күшінен көп болса. Әйтпесе қозғалмайды ол. Үйкеліс күші, бірінші естеріңізде сақтаңыздар, ол контакт болған кезде, екі дененің арасында контакт болған кезде пайда болатын күш. Және ол күштің бағыты, үйкеліс күшінің бағыты қарама қарсы болады. Қарама қарсы, қозғалысқа қарсы. Мысалы, мына есебімізде, мына мысалымызда дене оңға қозғалады, өйткені оңға тартып жатырмыз. Үйкеліс күші оны тоқтатуға тырысады. Үйкеліс деген өзі сол мағынасы, тоқтатуға тырысады. Демек, оның бағыты солға бағытталады, және оны контакт болып тұрған жерден бастап сызған дұрыс, өйткені контакт болған кезде пайда болады ғой, денемен мынау жазықтық. Сол жерде үйкеліс күші болады. Оны F, қазақша жазатын болсақ, Ö деп белгілесек болады, F үйкеліс күші. Көп есептерде, қарапайым есептерде үйкеліс күшін ескермейміз. Ескермеген кезде бұл күш жоқ болады, есеп оңай болады шығаруға. Тағы да қандай күштер көбінесе кездеседі? Қалғандары әрине қосымша күштер. Қосымша күштер. Ол күш жіп арқылы әсер етуі мүмкін, оны да бір күш деп белгілейсіздер, болды. Енді үйкеліс күшін кейін түсіндіре жатамыз. Қазір Ньютонның екінші заңында берілген теңдеу F тең ma-ны қарапайым есептерді шығаруға қалай қолданатынымызды үйретеміз. Қарапайым есептен бастаймыз. Мысалы, бір жазықтық бар. Бұл жазықтың үстінде бір дене орналасқан. Массасы белгілі болсын, m дейік. Және бұл m массасы мысалы тең болсын 2 килограммға. Осы дене туралы бір теңдеу жазайық. Бірінші сіздердің істеу керек нәрселеріңіз ол
осы денеге әсер ететін барлық күштердің сызу, анықтау, бағытын дұрыс белгілеу. Өйткені күш дегеніміз ол вектор болғандықтан оның бағыты өте маңызды. Мысалы, осы денеге әсер ететін ауырлық күші бар, немесе салмақ деп айтамыз. Бағыты әрине төмен қарай бағытталған mg дейміз. Массасын көбейтеміз еркін түсу үдеуіне. Және бұған не әсер етеді? Бұл дене мен жастықтың арасында бір контакт болғаннан кейін, бағана айтып кеткенімізде реакция күші бар. N деп белгілейміз, ол жастыққа перпендикуляр болу керек және жоғары бағытталады. Мына жер перпендикуляр. Басқа күш мен көріп тұрған жоқпын. Басқа күштер туралы ештеңе айтылмаған. Енді біз білеміз, бір денені жазықтыққа орналастырған кезде және ешқандай күш әсер етпесе, ол өзінен өзі қозғалмайды. Өзінен өзі жазықтықтың ішіне кіріп кете алмайды, өзінен өзі ауаға жоғары қарай ұшып кетпейді. Демек, біз айта аламыз, бұл дененің үдеуі нөлге тең. Өйткені қозғалып жатқан жоқ. Яғни жылдамдығы да нөлге тең, үдеуі де нөлге тең. Бұл айдан анық. Бұл өте маңызды. Бұны белгілеп қойсақ болады. Енді бұл дене үшін Ньютонның екінші заңын жазайық. Ньютонның екінші заңын білеміз. Қорытынды күш F тең ma-ға. Бұл жерде қорытынды күш неге тең? Бұл жерде біз екі ғана күш көріп тұрмыз, және екі күште бір-біріне қарама қарсы және бір жазықтықта орналасқан, екеуі де вертикаль бағытта. Демек, қорытынды күшіміз біздің тең болады. Мысалы, ауырлық күші, азайту реакция күші, бұл қорытынды күшке тең. Тең болу керек негізінде ma-ға. Бірақ біз білеміз, үдеу нөлге тең. Оған көзіміз жетті. Бұны ақылымызға салып өзіміз айта аламыз. Мен оны былай сызайын. А-мыз үдеу нөлге тең. Үдеуді кез келген санға көбейтсек, яғни массаға көбейтсек, бұл да нөлге тең болады. Мына теңдеудің оң жағы барлығы нөлге тең деген сөз. Сонда бізде ауырлық күші, азайтылған реакция күші тең болады нөлге. Осы жерден реакция күші тең болады ауырлық күшіне екен. Егер бір дене бір жазықтықтың үстінде тұрса, қозғалмаса, басқа күштер әсер етпесе, демек оның реакция күші негізінен сол дененің ауырлық күшіне тең болады екен.